Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қазақ тілі пәнінен онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірінші бөлім қазіргі қоғам құндылықтары, мәдениет және өркениет деп аталатын бөлімдегі сөз мәдениетінің адам қарым-қатынасындағы орны, ауызекі сөйлеу стилі, одағай және шылау сөздерінің жазылуын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтау, мәтіннің стильдік ерекшелігін тану. Бүгінгі сабақ мақсаты мәтінде негізгі ойды анықтаймыз, мәтіннің стильдік ерекшелігін танимыз. Бағалау өлшемдері: мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз, мәтіннің стильдік ерекшелігін танимыз. Енді алдыңғы сабақта өткен сабағымызға қысқаша шолу жасап кетсек, біз алдыңғы сабақта не өтіп едік? Суреттегі қай тұлға қазақ кино әлеміне үлес қосқан? Есімізге түсіріп көрейік. Яғни, бұл суретте үш тұлғаның бейнесі бейнеленген. Әрине, дұрыс айтасыңдар, құрметті білімгерлер. Қазақ киносының дамуына үлес қосқан Шәкен Айманов екен. Ол қазақтың әйгілі актері, режиссер, 1964 жылдан бастап КСР халық әртісі болған. Қазақ кино өнерінің негізін салушылардың бірі болған екен. Яғни, біз сіздермен алдыңғы бөлімде, алдыңғы сабағымызда қазақ киносы, қазақ тарихы деп аталатын тақырыпты өткен болатынбыз. Енді үй тапсырмасын тағы да бекіту үшін біз сіздерге мынандай тапсырма беріп отырмыз. Мәтінді оқып, тиісті жерде дефисті қойыңыз. Яғни біз алдыңғы сабақта дефис тасымал деп аталатын грамматикалық тақырыптарды өткен болатынбыз. Яғни мәтін берілген, сол мәтіндегі дефистің қойылу орнын көрсету керек. Сіздер дұрыс жауап берді деген ойдамын. Дефис бізде әңгіме дүкен деген жерде және вагон, ресторан деп аталатын жерлерде қойылады екен. Енді сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге миға шабылу әдісін қолданып бір тапсырма берейін. Яғни сабаққа деген қызығушылығымызды ояту үшін. Яғни бұл жерде сөздерді шашыраңқы әр жерге орналастырдық. Осы сөздерді біріне біріктіріп, мәтін құрап, сол мәтінге ат қоюларыңыз керек. Ал енді жұмысымызды бастайық. Мәтінмен жұмыс жасап, осы тапсырманы орындау үшін біз алдымен дескриптор құрастырып алуымыз керек. Сөз мәдениеті жайлы біледі, сөз мәдениетінің қарым-қатынас құралы ретінде қолданады, яғни сіздер ойларыңызды ортаға салады екенсіздер. Яғни осы дескриптор арқылы біз сіздермен алдағы берілген тапсырмаларды тізбектер арқылы орындап шығуымыз керек. Яғни берілген тапсырманың жауабы сіздердікі, менікіндей деген ойдамын. Яғни мәтіннің тақырыбы сөйлеу мәдениеті, немесе сөз мәдениеті, тіл мәдениеті және сөз ой-сананың белгісі деп алсаңыздар болады екен. Яғни шашыраңқы сөздерді құрастыру барысында бізде осындай мәтін құрастырылып шықты. Сөз мәдениеті әдеби тілдің ауызша түрлеріне тән нормаларының игеру, сөйлеуде мәдениеттілік, әдептілікті таныту, сөйлеу адам санасының басты белгісі. Тіл, сөйлеу ережелерден бері жеке адамның басты мақсаты деген екен. Енді бұл жерде біз сіздермен өзіміздің жұмысымызды бас бармақ әдісі арқылы бағалайды екенбіз. Яғни сіздерге ұнаса бас бармақтарыңызды көрсетіп, ұнамаса терістен қоясыздар. Енді келесі біздің өтетін қысқаша тақырыпшаларымыздың ішіндегі бұл ауызекі сөйлеу стилі. Ауызекі сөйлеу стилі бұл тілдік негізгі қасиетті қарым-қатынас жасау қызметінің жүзеге асуына байланысты болып келеді. Бұл өте кең таралған функционалды стиль.
тұрмыста да, отбасында, өндірісте де, бейресми қатынастарда да адамдардың еркін қарым-қатынас жасау саласындағы қамтамасыз етеді. Ауызекі сөйлеу стилі өте функционалды стильдерге, әсіресе адамдардың ауызекі түрлеріне ықпал жасайды. Олар баяндама, дәріс, пікірталас деген жерлерде көп кездесуі мүмкін екен. Ауызекі сөйлеу стилі өзіндік ерекшеліктерін жасайтын айрықша белгісі жағдайға байланысты сөйлеу мәнерінде, эмоцияға қарай тілдік бірліктерін қолдану өзгешелігінде болады. Ауызекі сөйлеу стилінде қыстырма, қаратпа, одағай сөздері жиі қолданады. Ауызекі сөйлеу стилі диалогқа құралады. Қатысушы екі адам немесе интонация ерекше қызмет атқарады екен. Яғни ауызекі сөйлеу стиліндегі біз қазір айтылып отқан қаратпа, одағай және шылау деп аталатындарды қазір біз осы сабақтан кейін қарастыратын болады екенбіз. Яғни біз ол тақырыпты орындамас бұрын сіздерге қысқаша тапсырма берейін. Яғни тапсырма берілген, осы тапсырма барысында, осы тапсырманың ішінде біз сіздермен нені табуымыз керек? Әрине, шылау мен одағай сөздерді табуымыз керек. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тағы да бір тақырыпшаларының бірі екен. Яғни мәтін берілген, мәтінді мұқият оқығаннан кейін ішіндегі одағай және шылау сөздерді тауып, осы берілген графа бойынша, кесте бойынша, яғни бөліп, тізіп, ашып, көрсетіп жазады екенбіз. Ал жұмысымызды бастайық. Жұмысымызды бастамас бұрын біз сіздермен дескриптор құрастырып алайық. Мәтінмен жұмыс жасайды, шылау мен одағайды табады, түрлерін ажыратады. Осы дескриптор арқылы біз сіздермен осы тапсырманы тез және жеңіл түрде ажыратып, құрастырып, бөліп алуымыз керек. Тапсырманы орындап бітсек, сіздердің де жауаптарыңыз дәл менікіндей деген ойдамын. Яғни шылау біздің мәтініміздегі дейін және екен деген сөздер болса, одағай сөзіміз шіркін, бәрекелді, әттеген ай және деген және ту деген одағайларымыз екен. Яғни бүгін біз сіздермен шылау, одағай, ауызекі сөйлеу стилі, сөйлеу мәдениеті деген тақырыптарды қарастырдық. Және одағай, соның ішіндегі одағайды айтып кететін болсақ, одағай сөз табы. Одағай сөздер көбінесе адам сезімінің алуан түрлі күйін білдіреді. Яғни олар жекіру одағайы, шақыру одағайы және де тағы да басқа ерекшелігімен сипатталады екен. Енді сабағымызды қорытындылай келе, осы фигуралар арқылы бүгінгі сабаққа рефлексия жасаймыз. Яғни тік төртбұрыш бұл жерде меңгерген білімімізді айтамыз немесе жазамыз. Ал үшбұрыш бұл топта жұмыс қалай істедік, яғни біз жұмысты қалай жасадық, соны жазамыз. Ал шеңберге бүгінгі сабақта біздің көңіл күйіміз қандай болды, осыны жазып, міндетті түрде маған кері байланысқа шығуларыңызды сұраймын. Яғни бүгінгі сабақты қорытындылай келе, біз сіздермен сөйлеу мәдениеті және ауызекі стилі, соның ішіндегі сөйлеу мәдениетінің адам қарым-қатынасындағы орны, сөйлеу шеберлігі, одағы шылау сөздерді өттік. Бүгінгі сабақ сіздерге